Ой, қой құрсын тұрайын. Барып қыздарыма, ұлдарыма тамағын қойдайсыз. Қыздарыма ғана жасайын. Фой, мына қыз мен қасыма жатқан ба? Туф, бір осы қызда бір надоелді шығарып, немен қасыма жатып алған? Сынап. Үйтіп жыламай қойшы, маған нерв тұтатпай. Әкеңді оятсаң қазір жанын шығарам, жат тыныш. Туф, надоелді шығарып жүрді ғой. Өтірік аңқау болмаш, потом сен. Бәрін түсініп тұрып, немене сен өтірік аңқау боласың? Туф, бір надоелді шығарып жүрдіңдер ғой. Ей, Санат тұрсай. Фой, не болды? Ұйықтайын да мен. Немене маған десе бересіңдер? Қызыма айғайламай, потом қасына жатайын, жоным су. Ту немене қай түрімен жақсы көресің? Осы екі қызымның ұйқысы тәтті ғой. Туры жандарым сол. Мен бұларға күштіреп тұрып тамақ жасап берейінші бүгін. Осындай қыздар кімде бар? Менде ғана бар. Косметиканы шашып, босқадан босқа бутшын шығарып, надоел шығарып жүрді ғой бұлар. Қазір мен бір көрсетем. Қой құрысын үстіге, то есть астыға барып тамағым жасамасам, әйтпесе тамақ жайына қалатын болды. Менің қасыма келіп, неме жатып алған? Мен жеп көреді емес па ол? Туф, түсінбеймін, осы қыз бар ғой. Атын бекер ұсынай деп қойған жоқ, біз біртүрлі ат. Неме сондай ұсынай деп қойғанбыз, негізінде мен жақсат қойғым келген. Және де ұсқынсыз болған. Фу, немене алып келді сол қыз деп ойланамшы. Көшеде жатпай ма тып-тыныш. Ол қазір бір жақта отырушы еді, біздің отбасымызға келді де, барлық отношения барлығын құртты. Қой құрсын барып балаларыма тез тамақ жасайыншы, екі қызым ғана маған дұрыс көмектеседі. Мен осы косметикаларды көрсем прям қуанам. Туф, мына жақты хотя бы шашпапты ғой, молодец. Осыған шүкір етеміз әйтеуір. Так, коктейльдары. Аха. Өлі холодильникте дым жоқ па? Немене ана қыз жеп тастайды? Барып Санатқа ұрыспасам, тезірек продуктыға барып келіп. Ол бірақ жұмысқа барады екен ғой. Енді қайттым. Фой, өзім ақ барып келейінші сол продуктыға. Такс, тұрайыншы құрсын. Такс, мен бүгін басқа киім киім келеді. Мен осындай бүгін модный болып жүрейінші құрсын. Әйтпесе өзіме дұрыс қарамай кеттім ғой. Міне осы маған прям жарасады. Мынаны қоя салайын. Такс. Фойна косметикалар бар ғой. Той, жыныма тиет бар ғой. Неғып шашсады, сонымен түсінбей жатырмын. Бір қайта жинау енді менің міндетім ғой, енді жинаймын. Басқа не істеймін енді? Барлығын шашып тастаған ғой, прям. Кстати, мен бүгін үйде жоқ боламын. Бүгін дейтін Әйгерімнің қанын ішеді, ол қыз дейтін. Жақсы, қандай екенін көрсін. Ол мінезін білмей жүр ғой, ол аңқау қыздың. Енді үйді жинап, менің орныма кайфтанып жүрсін. Ал мен болса, наоборот, кәдімгідей кайф болып жүрем. Так, сен алдымен анашым тамағын ішіп алайын. Өлә, мама қайда кеткен? Той, бір мына қарным ашатын болды ғой. Жарайды, тогда өзімнің любимый коктейль сондайларын ішіп алайын. Мынау кафе папаның отыратын орны. Міне, және де все. Енді мама қазір келетін шығар, может продуктқа кеткен шығар, продукт барақ шығар. Мама бір жаққа кетіп қалған шығар. Мама да негізі бүгін демалыс болған. Неғып кетіп қалды екен? Жарайды. Қазір келетін шығар. Ой, немене? Туф, бір продуктларын бәрін ана қыз жеп қойды кафесіде. Құрту керек соның көзін, надоело уже. Охранник ету керек. Папа соны еркелетіп жүре береді. Біздің қарнымыз аш екен, оған бәрібір бар ғой. Туф, бір. Ой, анашым, сіз келіпсіз ғой? Я, қызым, мен келдім, мен жаңа такси әкеп тастады ғой. Көрмедің ба мені түскенімді? Жоқ, көрген жоқ. Сіздің бетіңіз жауып қапты.
Жоқ, мен кішкене көріп тұрмын ғой. Жаным, алтыным, су. Бар, сен қайда кетіп бара жатсың? Құрбыларыма? Жарайды, бара ғой. Мен бармын ғой бүгін үйде. Әкең жұмысқа кетіп қалды ма? Жоқ, білмеймін, ұйықтап жатыр ғой деймін, ана өз қызымен нағыз. Жарайды, кеттім мен онда. Осы холодильникке орналастырайыншы құрсын. Ана қыз бүкіл продуктылардың бәрін ерінбей жеп тастапты ғой. Соны айтам. Сазайын беріңізші, бүгін мен кешке жақын немесе түнде келуім мүмкін. Жарайды қызым, өз қалауың бара ғой. Давай, жолың болсын. Рахмет, анашым. Ана қыздың сазайын тартасыз ғой, иә? Иә, әрине тартамын, бара ғой. Ол жағын уайымдамай қой. Әкең кетсін, осыдан жанын шығарып беремін мен оның. Жақсы, анашым, сау болыңыз. Сізге сәттілік бүгінге. Жарайды қызым. Жүр қызым, кеттік. Тамақ жейік. Не? Ням-ням жейміз. Де. Иә, жүре ғой. Фой, тамағымды. Мен қызым тамағы қайда? Жасадың ба өзімен қызыма тамақ? Сенің жаман қызыңа мен тамақ жасап қойдым, әні. Жаман деме. Енді көз тимесін деп айтып жатырмын ғой, саған не болды сонша? Ойбу. Мен қайдан білейін енді? Тур, бір тәбетімді қашырасың, сен үйстіп бар ғой. Бір нормально тәбетім болып еді, сен қашып тастадың ғой. Жарайды, анашым, әкешім, ұрыспаңыздаршы. Мен осы екеуін жейін, сол кезде қарным той кетер. Иә, қызым, жей ғой. Мен саған қарсы емеспін. Тамақ жасағаныма рахмет айтпайсың ба? Жарайды, болыпты. Рахмет. Мына коктейл мен қызыма ма? Жоқ, өзімнің қызыма. Продуктылардың бәрін өз ақшама сатып әкелдім. Сенің ақшаң емес. Не жұмыс істемейсің ғой, осылардың бәрін, яғни мен қыздарымды өзім асырап жатырмын. Жұмыс істемейсің бар ғой, мен үйден кеткім ғана келеді. Жалғып кет. Жоқ, анашым, кетпеңші. Сендерді алып кетемін, қызым, олай ойламаңдар. Кете беріңдерші, жоғалыңдаршы, вообще көзіме көрінбеңдерші. Қызым екеуміз ғана жүре береміз. Я, қызым. Неменесіне еркелетіп жатасың осы қызды? Немене, қай жағы әдемі болып тұрады, саған қай жағы тәнді, қай жағы күшті болып тұрады, саған осы? Ням-ням. Немене осы бар ғой, жынды ұстатып, сендерде бір кетіндерші бар, бір тәбетімді құртасыңдар. Жүр, қызым, кеттік, мороженені жей ғой. Иә, жарайды, анашым, жүріңіз. Өзінше болады ғой. Коктейлінді іше ғой, қызым. Таста кетсен, коктейлінді іше ғой. Ням-ням. Қызым, болды, отыра ғой, кел. Жарайды, бара ғой.